20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы білім беру жүйесі мен ғылым. Қазақстан мәдениетіндегі жаңа құбылыстар. Сауатсыздықты жою. Қазақ тіліндегі оқулықтарды басып шығару. Тегін оқу. Ұлдар мен қыздарды бірге оқыту. Зайырлы пәндер. Жазалауды жою. Мектептегі өзін-өзі басқару. Міндетті бастауыш. 1931 жылдан 7 жылдық білім беру. 1932 жылы КСР ғылым академиясының Қазақстандық базасы құрылды. Жоғары және арнаулы орта оқу орындарының ашылуы. 1919 жылы Халық комиссарлары кеңесі сауатсыздықты жою туралы декретке қол қойды. 1920-21 оқу жылында Қазақстанда 2,5 мыңға жуық сауатсыздықты жою пункттерінде 70 мыңдай адам оқыды. Сауатсыздықты жоюдың көшпелі пункттері. Әйелдер арасында сауатсыздықты жою үшін қызыл отаулар, коммуна мектептері, мектеп-интернаттар, рабфактар құрыла бастады. 1924 жылы сәуірде сауатсыздық жойылсын қоғамының қазақстандық бөлімшесі өз жұмысын бастады. 1927-31 жылдары аралығында түрксіб жұмысшылары үшін сауатсыздықты жою пункттері ашылды. 1931 жылдың желтоқсан айында 15 пен 50 жас аралығындағы ересек адамдардың бәрін жаппай оқыту енгізілді. Бұл науқан Қазақстанда дұрыс жүргізілмеді. Қазақтардың көбі тоталитарлық жүйенің салдарынан орын алған 1931-33 жылдардағы аштық кезінде қоныстанған жерлерінен көшіп кетуге мәжбүр болды. Сауатсыздықты жою науқаны 1928 жылы латын жазуына көшкен кезде тағы біршама төмендеп қалды. Қазақ жазуының тарихы. Ислам таралғанға дейін түркілік руна жазуын пайдаланды. 9-10 ғасырлардан бастап араб жазуы пайдаланыла бастады. 1929 жылға дейін қазақ жазуы, төте жазу немесе жаңа емле деп аталатын араб жазуы негізінде дамыды. Бұл әліпбиді қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктерін ескерумен Ахмет Байтұрсынұлы жаңартты. 1929-1940 жылдар арасында Қазақ КСР-ында латын жазу жүйесі қолданысқа енгізілді. 1940 жылдан бастап Қазақстанда кирилл жазуы енгізіліп, бүгінгі күнге дейін де қолдануда. 42 әріптен тұратын қазақ кирилл алфавитіне енген 9 қазақша әріптерді Сәрсен Аманжолов ұсынған. 1930 жылы 27 тамызда Орталық атқару комитеті мен Халық комиссарлары кеңесінің жалпыға бірдей бастауыш оқытуды 8 жастан бастау туралы қаулы шықты. 1935 жылдың соңына қарай мектептің 3 түрі болды. Бастауыш, толық емес орта мектептер. 1940 жылдың басына қарай 7,5 мың мектеп, оның 5200-і бастауыш, 1700-і толық емес орта мектеп болды. Мектептердегі оқушы саны 1 миллион балаға жетті. Алгебрадан қазақ тіліндегі мектеп оқулығын Қаныш Сәтбаев, географиядан Әлихан Бөкейхан, Қазақстан тарихын профессор Санжар Асфендияров құрастырды. 1928 жылдың соңына қарай қазақ мектептері үшін 30-дан астам оқулық жарық көрді. 1920 жылы ғылыми қызметті ұйымдастыру және жетілдіру үшін зиялылар Қазақстанды зерттеу қоғамына бірікті. Академиктер Ферсман, Самойлович, Григорьевтер жетекшілік еткен экспедициялар өлкеде ғылыми зерттеулер жүргізді. Олар пайдалы қазба орындары, өсімдіктер мен аңдар дүниесі және қазақ халқының тарихы мен этнографиясы жайлы құнды еңбектер жазды. Картографтар мен геодезистер Қазақстан аумағының 90%-на жуығын картаға түсірді. Геологтар жаңа кен көздерін ашты. Іргелі ғылыми ізденістердің барысында Республика Хром мен Ванади қоры жағынан әлемде бірінші орын алды. Мал шаруашылығы да өркендеп, қой мен ешкінің жаңа түрлері шығарылды. Шулошников, Рязанов, Диваев, Міржақып Дулатұлы және тағы басқаларының алғашқы ғылыми еңбектері жарық көрді. 1932 жылы КСР ғылым академиясының Қазақстандық базасы құрылды. Тұңғыш төрағасы болып академик, түркітанушы Александр Николаевич Самойлович тағайындалды. Президиум мүшелері келер, профессорлар Санжар Асфендияров, Мерасбек Төлепов, ғылыми хатшысы профессор Барышников болды. КСР ғылым академиясының президиумы Қазақстандық базасының құрылымын бекітті.
Ботаникалық бақпен бірге, зоологиялық сектор, химиялық лаборатория, алматылық сейсмикалық станция, экспедициялық зерттеу комиссиясы және ғылыми кітапхана. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарының ашылуы. 1919-1925 жылдары Орынбор мен Семей және басқа өңірде халық ағарту институттары ашылды. 1924 жылдардың соңында республикада маман кадрлар 24 техникумда даярланды. 1928 жылы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институты ашылып, 1935 жылы оған Абай есімі берілді. 1929 жылы Алматы малдәрігерлік институты ашылды. 1930 жылы Қазақ ауылшаруашылық институты ашылды. 1931 жылы Алматы медицина институты ашылды. 1934 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, Тау-Кен институты ашылды. Оралда, Семейде, Ақтөбеде, Петропавлда, Шымкентте және Қостанайда да педагогикалық институттар ашылды. 1940 жылы Қазақстанда 35 кәсіби оқу орындары ұйымдастырылды. 1938 жылы Қазму жанынан аспирантура ашылды. 1928 жылы өлкеде 488 мың кітап қоры бар 236 кітапхана жұмыс істеді. 1931 жылы Қазақстанның мемлекеттік көпшілік кітапханасы құрылды.